Мұхит деңгейінің көтерілуі алдағы ғасырдың ең басты мәселелерінің бірі. Ал бұл үрдістің қаншалықты тез орын алатыны мына жермен тікелей байланысты. Антарктика. Жер бетіндегі ең үлкен мұз қабатына ие. Оның батыс бөлігінің өзі мұхит деңгейін 3 метрге көтере алады. Үрдістің орын алуында мына Туайтес мұздығы негізгі рөлді атқарады. Бұндағы мұз қабатының биіктігі 6 қабатты үймен бірдей, ал мұхиттық жаға ұзындығы 120 шақырымды құрайды. Салыстырмалы түрде ауданы Флорида штатымен бірдей. Алып мұздық батыс Антарктиканың ортасына дейін созылған, және осы себептен де негізгі мәселе туындайды. Себебі соңғы уақытта анықталғандай, Туайтес мұздығы жоғалып барады. Мына бейне адамзатты алғашынан-ақ қонақжайлықпен қарсы алмаған өте үлкен қаһарлы сұрапыл континенттен, Антарктикадан. Мынау Антарктиканың мұз қабаты ортасына қарай қалыңдай береді. Жылдар бойы жиналған қар биіктейді. Орта қабаты толыққаннан кейін қар массалары жаға бөліктерге ығысады. Судың бетінде қалқып тұратын мына мұз қабаты шельф деп аталады. Антарктиканың қос жағасындағы мұздың еруі ортасындағысынан тезірек, бірақ екеуіндегі мұздың еру жылдамдықтары әртүрлі. Шығыс жағадағы мұздықтар мұхит деңгейінен биіктеу, жер бетінде шоғырланған, сондықтан жылы су ағымдары оларды бірден ерте қоймайды. Сондықтан шығыстағы еру үрдісі анағұрлым ақырынырақ, ал батыс Антарктиканың жағдайы тіптен бөлек. Мұнда мұз қабаты мұхит деңгейінен төмен орналасқан, сөйтіп жылы су ағымдары бұл мұздықтарға оңай жетеді. Осыған байланысты батыс Антарктика жағалауы жаһандық жылынудың салдарын туғызатын негізгі себеп болып табылады. Мынау Антарктикадағы мұздықтың астында жатқан жер бедері. Қызыл, сары, жасыл түстер мұхит деңгейінен жоғары бөліктерді көрсетеді, шығыс Антарктикадағыдай, ал батыс бөлігіндегі көк аймақтар жер бедерінің мұхиттан төмен бөлігін көрсетеді. Ал мына тұста жер бедері Антарктиканың ортасына дейін тіптен 1,6 шақырымнан астам тереңдікке түседі. Дәл осы жерде Туайтес мұздығы орналасқан. Сөйтіп, бұл жер бетіндегі ең қауіпті мұздық болып саналады. Бүгінгі күні Туайтес мұздығының ыдырауына сәл-ақ қалды. Соңғы 30 жылда мұздықтың алдыңғы бөлігінің айтарлықтай көлемі жоғалған. Бір өкініштісі, мұз неғұрлым көбейген сайын келесі қатардағы мұз шельфінің еру жылдамдығы арта береді. Алайда негізгі мәселе жер бедерінің мұздықпен жанасқан аумағында орын алады. Жылы су ағымдары мұздықты ерітеді, сөйтіп осы жанасу сызығы ұзара береді. 1992 жылдан бері бұл сызық 14 шақырымға ұзарған. Нәтижесінде жер бетінде тұру керек болған мұз бөліктері су бетіне қалқып шығады. Жанама сызығының кейінге шегерілуі су бетінде енді бұрынғыдан көп мұз қабаты болады деген сөз. Бұл да өз кезегінде мұздың еруін анағұрлым жылдамдатады. Туайтес мұздығының еруі соңғы 30 жылда 2 есеге жуық шамаға үдеді, және мұхит деңгейінің көтерілуінің 4% шамасын құрайды. Оның үстіне ғалымдар жақында осы мұздықтың түбінен ұзындығы Манхэттеннің 3/2-сін құрайтын үлкен үңгірді тапты. Дәл осы себептен зерттеушілер Туайтес мұздығының картадан жоғалуы сөзсіз факт, тек бұның қаншалықты тез орын алатыны сұрақ туғызады дейді. Дегенмен адамзат баласы парниктік газдардың өндірісін тоқтатса, мұздықтардың еру қарқынын біршама баяулата алады, және осы шешім бүгінгі күнгі ғалымдардың күнтізбесінде тұрған ең маңызды мәселе. Себебі климаттағы үлкен өзгерістер осы ғасырда орын алуы мүмкін. Туайтес секілді мұздықтардың толықтай еруіне ғасырлар керек, және бұл үрдіс әртүрлі құбылыстарға байланысты. Туайтес мұздығы толықтай ерісе, мұхит деңгейі жарты метрге көтеріледі, және бұның соңынан одан да үлкен апат күтіп тұр. Мұздықтың жағадан батыс Антарктикаға дейін созылуы бүкіл батыс бөліктің еру қаупін туғызады. Өз кезегінде бұл апат мұхит деңгейін 3 метрге көтереді. Нәтижесінде Майами қаласы, оңтүстік Бангладеш аумағы ғана емес, Нидерланды мен Нью-Йорк қаласы да толықтай су астына кетеді. Сондықтан Туайтес мұздығының болашағы туралы көп сұрақтар жауапсыз болғанымен, бір нәрсе ғана айдай айқын: ыдырау басталса, тоқтамайды.